Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тез әрі жеңіл дайындалатын лазанья тағамын әзірлейміз. Құрамы тек қана жаймадан және фарштан тұрады, ал соустың рецептін видеода бөлістім. Соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен фаршымызды дайындап алайық. Ол үшін осылай пиязымызды кубиктап тураймыз және де морковымызды теркадан өткіземіз. Табамызға шамалы майымызды құйып, пиязымызды, морковымызды салып, артынша фаршымызды саламыз. Дәміне қарай тұзын бұрышын салып, өзінің суы шыққан уақытта жақсылап қуырып, осылай пісіріп аламыз. Мен осылай помидорды блендерден өткізіп қостым, артынша бір қасық томат қостым. Сіздер тек қана томаттың өзін көбірек қоссаңыздар болады. Осылай томатты жақсылап қуырып болғаннан кейін үстіне су құйып, 15-20 минутқа қойып қоямыз баяу отта. Келесі кезекте біз соусымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін майымызды ертіп аламыз да, одан кейін астын баяу отқа қоямыз. Ұнымызды осылай екі бөлікке бөліп салып, біркелкі масса шығарамыз. Және де сүтімізді де екі бөлікке бөліп құйып, оның баяу отта қайнағанша араластырып тұрамыз. Дәміне қарай соусымыздың тұзын және бұрышын саламыз, және де біркелкі қылып араластырамыз. Бізде осындай өте дәмді, қоймалы жон, өте әдемі соус шығуы қажет. Әрі қарай жаймамызды әзірлейміз. Кез келген жайма түрін алып, қайнап тұрған суға 2-3 минут қайнатып аламыз да, осылай жеке-жеке алып шығамыз. Әрі қарай формамызға соусты шамалы жағып, үстіне жайманы саламыз, және де осындай біркелкі қылып фарштағы салмамызды салып шығамыз. Фаршымызды салып болғаннан кейін өз қалауларыңыз бойынша ірімшік салсаңыздар болады. Ірімшік қосқанда өте дәмді болып шығады, сол себепті міндетті түрде салуға кеңес беремін. Осындай кезекпен бірнеше слойымызды жасап шыққаннан кейін үстіне сырымызды салып 170-180 градуста 25-30 минутта духовкамызға салып аламыз. Және де айта кететін жағдай, бұл жерде менде 4 адамға арналған порция. Егер сіздердің бұдан көбірек формаға істейтін болсаңыздар, құрамын 2 есе көбейтсеңіздер де болады. Сонымен біздің лазанья тағамымыз дайын. Соңына дейін видеомды көргеніңізге рахмет. Бұл тағам өте тез әрі жеңіл дайындалады және өте дәмді болып шығады. Сол себепті міндетті түрде отбасыңызды дәмді тағаммен қуантыңыз. Ал маған лайк басып, комментарий қалдыруды және де подписка жіберуді ұмытпаңыз. Рахмет, ас болсын.